ауылында тұрамын. Рамазан Елубаев атындағы орта мектебінің 2-ші сынып оқушысы Бейсенбай Айбеке. Мен сіздерге Піразар қуыршақ туралы ертегіні айтқым келіп тұр. Піразар қуыршақ. Бір әсем ауылда құлыншақ өмір сүрген екен. Оның анасы оны қатты жақсы көреді екен. Бірақ та құлыншақ анасын кей кездері тыңдамайды екен. Бір күндері олар жайылып жүреді. Сосын анасы айтады, алысқа ұзама дейді. Бірақ құлыншақ тілін алмай ойнақтап жүгіре береді екен. Құлыншаққа орманға қарай жеткенін де өзі білмей қалды. Анасы оны шұбырып іздесе де таба алмады. Өйткені құлыншақ орманға сіңіп кеткен еді. Сосын құлыншақ қорқа бастайды. Анасына қайтқысы келсе де қайтар жолын таба алмайды. Сосын шаба жөнеледі. Бірақ қатты шаршап қарны ашады. Сосын шөп жеп жүріп, ұйықтап қалады. Құлыншақ оянса, қасында бір ат жайылып жүр екен. Ол анасы деп қуанған құлыншақ қарасы ол анасы емес екен. Оның көңілі түс еді. Сосын ат айтады, құлыншақ, орманда не істеп жүрсің? Мен анамның тілін алмай адасып кеттім деп күрсінеді құлыншақ. Ат айтады, маған иелерім ауыр жұмыс сап қойған үшін мен қашып кеттім дейді. Ат айтады құлыншаққа, екеуміз бірге өмір сүрейік. Сені өскен соң сені де ауыр жұмысқа сап қояды дейді құлыншаққа. Амал жоқ еді. Ол аттың соңынан ере береді. Ат оған жол көрсетпейді. Күндердің күнінде құлыншаққа үйреніп келе жатқанда бір түнде қасқырлар жегісі келеді оларды. Ат өжет мықты еді. Ат айтады, кел, жетке арлан дейді. Екеуі төбелеседі. Арлан істейін десе, ат теуіп жолатпайды. Ат темірге тияғымен тебейін десе, тигізбейді арлан. Бірақ та ат ебін тауып, арланды қақ маңдайынан соғып жібереді. Сосын ол қаңқ етіп жерге түседі. Ол қаша жөнеледі. Қасындағы қасқырларды қасынан жүгіре тым-тырақай қашады екен. Үрейленген ат құлыншаққа былай айтады, аман саумызға үйге қайтайық. Сен ананды тауып ал, мен иеме қызмет етейін дейді. Құлыншаққа анасын тауып алып айтады, анашым, мен сенің айтқан тіліңді аламын дейді. Ал ат болса иелеріне қызмет етіп, рахат өмір сүрген екен. Балалар, анамызды тыңдап еңбекқор болайық, жарай ма?